Асхана әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Бүгін мен сіздерге бәрімізге белгілі песочный тестомен жасалған самсаны көрсетемін. Енді көпшілігіңіз білетін шығарсыздар, бірақ мен де білетіндігімді көрсетіп сіздермен өз рецептіммен бөлісейін дедім. Ол дайын болғанда мен мынандай болды. Бұл негізі ұйғыр самсасы деп аталады, бірақ оны ұйғыр самсасы демей-ақ, кәдімгі песочный тестомен самса деп атауға болады. Арасына ет пен картошка салынған, пияз әрине бар. Міне осындай мен жасаған нормадан 20 дана шықты. Қонақ келген дастарханға қойсаңыз да, өзіңіз шай ішсеңіз де отбасымен бірге өте дәмді сондай ас болды. Біз ендеше бастаймыз. Міне оған керек заттардың бірі міне ұн 500 грамм, сармай 200 грамм, қаймақ 100 граммдай, 1 шай қасық тұз және 1 дана жұмыртқа қажет. Қазір осы заттардан песочный қамырымызды илейтін боламыз. Ортамызды ашып кеңірек ыдысымызды қоямыз. Алдымен ұнымызды саламыз. Оның үстіне осы майымызды үккіштен өткізетін боламыз. Ірі көзінен өткіземіз. Үккіштің ұнға малып отырып, осы ұн мен майдан осылай крошка жасап аламыз. Сармай тоңазытқышта тұрғандықтан ол жақсы өтеді үккіштен. Ескерте кетейін дегенім, барлық заттар салқын болу керек. Осылай қолмен де алақанның арасына салып, ұн мен майды осылай кішкене уқалап жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны қосамыз енді. Қаймақты салып жібереміз. Артынан 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Алдымен лопатканың көмегімен араластырып аламыз шамалы. Және арғарай қолмен жалғастырамыз. Міне осылай біртіндеп басын біріктіріп, үгілмелі песочный қамырымызды илеп аламыз. Ыдыстың ішіне егер симай бара жатса, осылай столдың бетіне түсіреміз де, емін еркін столдың бетінде осылай илеп июін қандырып аламыз. Қатты илеудің қажеті жоқ, бұл үгілмелі қамырды. Басы жақсы бірігіп, қамырымыз бір текті текстураға ие болу керек. Енді 1 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Ендігі кезекте салмасына фарш қажет 320 грамм. Менің алғаным 320 грамм. Және 1,5 дана пияз және 1 дана ірі картошка. Картошкаңыз ұсақ болса 2 дана алсаңыз болады. Пияз 1,5 алдым, өте ірі болғандықтан. Пияз көп болса, оның суы көп болып кетеді. Міне өздеріңіз көріп отырғандай етті осылай алдымен жалпақ етіп турап аламыз. Одан кейін ұзынша осындай жолақтарға турап, оны арғарай ұсақ бөліктерге ұсақтап турап аламыз. Мантыға турағандай деп айтсам түсінікті болатын шығар. Туралған заттарымызды осылай кеңдеу ыдысқа сала береміз. Одан кейін пиязға кірсеміз, пиязымызды да ұсақтап, көбектеп турап аламыз, тура мантыға турағандай. Неге әрдайым осы ет тураған, пияз тураған, картоп тураған көрсете береді осы апа десеңіздер, ол енді сіздер егер оны білетін болсаңыздар, біздің елімізде қаншама өсіп келатқан жасөспірім қыздар бар. Білмейтін қалай турау керек екен, солар көрсін деп мен әдейі азғантай бөлік болса да көрсетіп қоямын. Міне картопты да осылай турап аламыз. Алдымен жалпақ, содан кейін ұзын жолақтарға, содан кейін оны көбектерге турап аламыз. Пышағыңыз өткір болса, осылай турау өте оңай болады. Сондықтан істі бастар алдында пышағыңызды қайрап аласыз. Осылай турап алған ет, пияз, картопты бәрін бір ыдысқа саламыз. Бір шай қасық тұз қосамыз, дәмін келтіру үшін. Және 1 шай қасық паприка толтырып, 1 шай қасық қара бұрыш және жарты шай қасық кориандр дайындап қойдым, соны салып жатырмын. 3 ас қасық өсімдік майын қостым.
жақсы аралассын және сөлі шығып заттардың бәрі дәмдірек болсын деп. Енді осы салманы дәмдеуштермен бірге барлығын жақсылап қолмен араластырып аламын. Осылай қолмен мыжып араластырғанда пияз, ет, картоп бәрі маринадталғандай болады. Тұз дәмдеуштермен және өсімдік майымен бірге дәмі керемет болып, сіңіп, жақсы болып тұрады. Сіздер өздеріңіздің сүйікті дәмдеуштеріңізді қоссаңыздар да болады. Міне, осылай араластырып алғаннан кейін салмамызды да тоңазытқышқа қоя тұрамыз. 1 сағат өту керек. 1 сағат өтті, қамырымызды шығарамыз тоңазытқыштан. Столдың үстіне және оны 2 бөлікке бөліп аламыз арнайы пышақпен. Өткір пышақтар дастарханымызды кесіп кетеді. Бөліп алған қамырымызды ұзынша етіп, осылай созып, жайып аламыз. Ұзынша, осындай колбаска деп айтамыз ба, сол осылай көріп отырғандарыңыздай. Екеуінің осындай үлкендік кішілігін бірдей етуге тырысамыз, жуандығын, жіңішкелігін. Қамырымыз өте икемді, қолмен жайғанға жақсы болып жатыр. Енді осы пышағымызбен 1 кусок бөліп алып, мен таразыға салып көрдім. 50 грамм шықты және қалғандарында осылай көз жобамен 50 грамдай етіп кесе беремін. Үйде дайындап жатқаннан оны 50 грамды сондай ұстау шарт емес. Көз мөлшермен қалай бөлгіңіз келсе, үлкенірек немесе кішірек етіп 60 грамдық немесе 40 грамдық бөлем десеңіз де өз еркіңізде. Мен сол біріншісі 50 грамм шыққасын, қалғандарын да 50 грамнан жасайын дедім. Міне, бәрін кесіп алдым. Енді әр қайсысын өздеріңіз көріп отырғандай алақанның арасына салып, осылай домалақтап аламын. Менде осы нормадан 20 дана шықты. Осы 20 данасында осылай алақанның арасына салып домалақтап алдым. Бәрі тізіліп әдемі болып тұр. Енді столды босату үшін мен осындай ыдыстың бетіне бөлек қойып аламын. Және бетін орамалмен жаба тұрамын. Және оның бір 10 шақтысын алып, столдың бетіне біртіндеп қойып, жаюға кірісемін. Көріп отырғандарыңыздай, алдымен жай алақанмен басып аламын. Содан кейін барып, оны оқтаумен жаюға кірісемін. Қамырды жаю барысында алдымен 2 жағын бірдей ғып жаямыз да, содан кейін тек қана шет жақтарын жаюға тырысамыз. Себебі ортасы қалыңдау, шет жақтары жұқалау болған дұрыс. Жайған кезде де қатты жұқа етпей, орташалау етіп жаю керек. Егер қатты жұқа жайылып кетсе, онда қамырыңыз қытырлақ болып піседі. Ол песочный тестоға ондай қажет емес. Шамалы қалыңдық болу керек. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осылай оқтаудың көмегімен барлық қамырды жайып, содан кейін столдың бетіне тізіп шығамын. Тізіліп тұрған қамырдың үстіне осылай бір ас қасықты толтырып, картошка, пияз, етін араластырып, салмасын салып шықтым. Көз мөлшермен осылай бір келкі етіп салмасын салып алдым. Содан кейін оны ары қарай түйіп, самса жасауға кірістім. Алдымен 2 бүктеп, жақсылап жабыстырып аламыз. Содан кейін өздеріңіз көріп отырғандай, қайырып түйіп шығамыз. Өте оңай, 1-2 жасап көрсеңіз, қолыңыз үйреніп қалады. Қолыңыз да, көзіңіз де үйреніп, оңай жасалынатын болады. Істеп көріңіз. Менің рецептім бойынша осылай самса жеп көріңіз. Отбасы мүшелерін қуантыңыз. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Осы видеомен достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Міне, кезекті самсаны түйіп жатырмын. Тура осылай барлық самсаны түйіп дайындап аламын. Қалған 10 дана қамырды да жайып, арасына салмасын салып, тура осылай түйіп алдым. Міне 20 самсамыз дайын. Енді табамызға салып, пеште пісетін
Бетіне жұмыртқаның сарысына аз ғана сүт қостым, сөйтіп жағып шықтым. Оның бетіне қара күнжіт дәндерін септім, дәмі әсерлі болсын деп. Ақ күнжіт болса, ақ күнжіт себуге болады. Мен үйде қара болғасын, қарасын септім. 45 минуттан кейін самсамыз пісті. Міне, қатты қызарту қажет емес бұл самсаны. Осылай сарала болып пісу қажет. Аромат иісі мұрынды жарады. Осылай менің рецептіммен самса пісіріп көріңіз. Кәне арасын көрейік. Арасы уылжып тұр, аромат иісі мұрынды жарып барады. Тезірек жегіміз келіп жатыр. Үйде піскен самса дегенімен өте керемет дәмді шығады ғой. Күшті, керемет. Айтарға сөзім жоқ, дәмді болды. Міне, осындай самсаны жиі жасап тұрыңыздар. Отбасы мүшелері қонатын болады. Немерелерім сабақта болғандықтан өзім жеп көрсетіп жатырмын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бізге ас болсын.